Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіз. Мен бүгін сіздерге көрінісі ерекше әдемі, тәбет ашатын, ең бастысы өте дәмді макарон ұяшықтарын жасап көрсететін боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарап, сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Барлық заттардың құрамын көз мөлшерімен өз отбасыңыздың санына қарай ала бересіз. Ең алдымен картопымызды, пиязымызды осылай орташа ұсақтап төрт-бұрыш етіп турап аламыз. Қазанымызды қыздырып, бір шөміш сұйық майымызды қойып, пиязымызды 4-5 минут қызарғанша қуырып аламыз. Үстінен туралған картопымызды салып, оны да 10 минуттың көлемінде қуырып аласыздар. Картопымыз шамалы қызарғанға дейін қуырып аласыздар. Үстіне тұзымызды өзіміздің қалауымыз бойынша өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіштерді, қызанақ пастасын немесе бір қызанақты турап қоссаңыздар да болады. Осылай картопымызды араластырып, қызарғанша қуырып аламыз. Үстінен жарты литр немесе кішкене көбірек су құямыз. Суды тым көп құйып жібермеңіздер. Осылай азырақ құйып, араластырып, қайнауға қойып қоямыз. Енді макарон ұяшықтарының ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм фарш немесе қолмен ұсақтап туралған ет қажет. Мен үнемі етті қолмен ұсақтап турап аламын. Егер асығыс болсаңыз, фаршты қолдансаңыз да болады. Фаршымыз бен етімізге қалауыңызша дәмдеуіштерді қосып араластырасыз. Тұз бен бұрыш қостым. Барлығын қосып осылай араластырып аламыз. Сосын дайын болған осы салмамызды макарон ұяшықтарының ішіне салып шығатын боламыз. Міне осындай дайын салангани деп жазылып тұрады. Осылай макаронымызды алып, ортасын кішкене ашып-ашып жібереміз. Ато нығыз болып қалуы мүмкін, әйтпесе нығыз болып қалуы мүмкін. Осылай арасына салып отырып, кішкене басып-басып саламыз да. Осылай барлығын алдын ала дайындап аламыз. Дәл осы видеодағыдай салып шығасыздар. Макаронның арасын кішкене осылай ашып-ашып жібергендеріңіз дұрыс. Піскен кезде нығыздалып қалмау үшін. Қайнап тұрған суымызға қалауымызша дәмдеуіштеріңізді салып аласыздар да, жаңа алдын ала дайындап қойған макарондарымызды осы қайнап тұрған суымыздың үстіне тізіп шығамыз. Дәл осы видеодағыдай салып шығасыздар. Піспей қалады деп қорықпаңыздар. Суы дәл осылай болып тұрса, бетімен бірдей болып тұрса, қатты макарондарымызды көміп тұру шарт емес, осылай бетімен бірдей болып тұрса жеткілікті. Енді бұл тамағымыздың, қазанымыздың бетін жауып, баяу отта, өте баяу отта 20-25 минут пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын, иісі бұрқырап әп-әдемі болып тұр. Рецепт ұнаса немесе видео пайдалы болған болса, міндетті түрде каналға жазылып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Комментарий бөлімінде өз ойларыңызды жазып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.